Аса қауіпті инфекциялар. Бактериялық сипаттағы аса қауіпті инфекциялар санатына оба, тулеремия, тырысқақ жатады. Алғашқы екеуі зооантропоноздар, ал тырысқақпен тек адамдар ғана ауырады. Аса қауіпті инфекциялар адамның жедел жұқпалы ауруларының тобы. Олар кенеттен пайда болып, тез таралуға және халықты кеңінен қамтуға қабілетті. Өте аз жұқтыратын дозада жоғары жұқпалы бола алады. Берілу механизмі жан-жақты. Ауыр түрде жүретін ауруларды тудырып, эпидемия мен пандемия тудыру мүмкін, және өлімнің жоғарғы пайызын шақырады. Оба микробиологиясы. Оба жедел табиғи ошақтық жұқпалы ауру, антропозооноз. Ауыр интоксикациямен, қызбамен, терінің және лимфа түйіндерінің, өкпенің зақымдануымен, септикалық ағымды қабылдау қабілетімен сипатталады. 1894 жылы француз ғалымы Иерсен және жапон ғалымы Китасато осы оба қоздырғышын бөліп сипаттады. Ауру көзі, ауру адам, ауру жануар, егеуқұйрықтар, мысықтар, түлкілер, иттер және де басқа кеміргіштер, сонымен қатар жыртқыштар және түйелер де болуы мүмкін. Анатомиясы және морфологиясы. Оба қоздырғышы энтеробактериацея тұқымдастығына, Yersinia туыстастығына және жатады. Түрі Yersinia pestis. Морфологиясы. Грамм теріс, қысқа сопақша келген таяқша тәрізді, биполярлы боялған. Лефлердің метилен когімен бояған кезде полюстерінде ашық қою түске боялады полюстері. Ұзындығы 1-3 микрометр, диаметр 0,3-0,7 микрометр. Сорпа дақылының жағындысында тізбектеліп, ал агар дақылы жағындысында ретсіз орналасады. Полиморфты шар, колба, жіп тәрізді болуы мүмкін. Субоптималды жағдайда L формаға өтеді. Спорасы және талшықтар жоқ, 37 градуста белокты капсула түзеді. Антигенді құрылымы. Yersinia pestis'тің бірнеше антигендері бар. Бірінші капсулалық ағуызды антиген, бұл F1 фракциясы, күшті иммуногенді қасиетке ие және фагоцитозға кедергі келтіреді. F2 фракциясы бұл ағуыз табиғатты экзотоксин болып табылады. W антигені липопротеин және V антиген ағуыздық антиген. Бұлар іш сүзегі және сальмонеллалардың V антигеніне ұқсас болады. Және соматикалық O антиген бұл эндотоксин тіндердің жойылуын тудырады. Патогендік фактор. Оба қоздырғышының вируленттілігі ең алдымен қоздырғыштың сыртқы жасуша қабырғасының капсуласы мен беткі құрылымдарының осы адгезияға қатысуымен байланысты. Және бұлар экзотоксиндер және эндотоксин бөледі. Экзотоксиндер бұларды тышқан токсині деп те атаймыз. Бұл ең маңызды вируленттілік патогендік қасиеті. Бұл тышқан токсині бауыр мен жүректің жасушалық митохондриясының функцияларын бұзып, сондай-ақ қанның ұйғыштық қасиетін жоғарылатады. Одан басқа тағы да қоздырғыштың сыртқы мембранасында орналасқан плазмакоагулаза және фибринолизин деген агрессия ферменттері де осы бактериялардың вируленттілігіне маңызды роль атқарады. Дақылдық қасиеттері. Оба қоздырғышы бұл факультативті анаэроб болып табылады. Қарапайым қоректік орталарда этпептонды агар, этпептонды сорпа, Хоттингер және Мартин агарларында өсе алады. Температуралық диапазоны 0-ден 45 градусқа дейін, бірақ оптимальды өсу температурасы 27-28 градус. Вируленттік штамдар R пішіндерін құрайды. Сұйық қоректік ортаға отырғызған кезде 48 сағаттан кейін нәзік пленка пайда болып, одан жіптер, сталактиттер деп те аталады, түседі. Түбінде борпылдақ тұнба болады. Және сорпасы мөлдір болып қалады. Тығыз ортада өсуі 3 кезеңнен тұрады. Біріншісі 8-12 сағаттан кейін түссіз пластинкалар түрінде
колониялар өсіп, сынған әйнек тәрізді көрінеді. Екінші, 18-20 сағаттан кейін шеттері көтеріңкі, орталықтары сарғыш, айналасында жарық өрнегі бар колониялар өсіп шығады. Бұны өрнекті орамал деп те атайды. Үшінші кезең 40-48 сағаттан кейін түйіршікті орталығы және тегіс емес жиектері бар үлкен колониялар, ромашка тәрізді колониялар өсіп шығады. Обаның микробиологиялық диагностикасы аса қауіпті инфекциялардың қоздырғыштарымен жұмыс істеуге рұқсаты бар арнайы зертханаларда жүргізіледі. Бұл зерттеу әдістеріне бактериоскопиялық, бактериологиялық, серологиялық және биологиялық әдістерді жатқызамыз. Зерттелетін материал ретінде бубон пунктаты, қан және қақырға алынады. Бактериоскопиялық зерттеу кезінде дайындалған препаратты, бекітілген препаратты Лефлер бойынша және грамм бойынша бояймыз және люминесценция сары сумен тікелей эфир жасап анықтауға болады. Бұл грамм бойынша және Лефлер бойынша бояған кезде сопақша, авоидты, грамм теріс, биполярлы боялған қоздырғыштарды көреміз. Жедел ИФР әдісі, тікелей ИФР әдісі, бұл жедел диагностика болып табылады. Бұл бізге 2 сағаттан кейін осы алдын ала диагноз қоюға мүмкіндік береді. Осы тікелей ИФР әдісі арқылы біз мына суретте көріп тұрғандарыңыздай қоздырғышты осы люминесценция сары сумен өңделген жағындыдағы бактериялар жасыл түсті жиек түрінде жасушаның шеткі аймағында жарқырап көрінеді. Бактериологиялық әдісі біз жоғарыда айтып кеткеніміздей қарапайым қоректік орталарға егу арқылы анықтаймыз. Ет пептонды агар, ет пептонды сорпа, мартен агарларына өсу стимуляторларын қосу арқылы және ілеспе флоралардың өсуін басатын заттарды егу арқылы жасалынады. Келесі зерттеу әдісі биологиялық әдіс. Биологиялық әдісте оба қоздырғышын біз теңіз шошқасына және ақ тышқандарға биопроба жасау арқылы жүргіземіз. Келесі серологиялық әдіс. Серологиялық әдіске тікелей гемоглютинация реакциясы, иммуноферментті анализ және антиденелер мен бейтерапты реакциялар жатады. Оба қоздырғышын анықтауда біз оба бактериофактарын да қолданамыз. Оба бактериофактарын қоректік ортаға еккен кезде дақыл егілген жерде лизис пайда болса, біз оң нәтиже деп білеміз. Спецификалық профилактика бұл AV штамы негізінде алынған тірі вакциналармен жүзеге асырылады. Спецификалық профилактика бұл көрсеткіштер бойынша эпидемиялық ошақтарда жасалынады. Оған AV штамнан алынған тірі вакцина, қабықшалы антигендерден жасалынған химиялық вакцина және обаға қарсы иммуноглобулиндер қолданылады. Бұл шұғыл профилактика болып табылады. Обаның спецификалық емес профилактикасы үлкен маңызға ие. Ол мынадай іс-шараларды қамтиды. Бірінші, обаның табиғи ошақтарында адамдардың ауруының туындауының алдын алу. Келесі, обаның басқа өңірлерден елге әкелінуінің алдын алу және арнайы халықаралық санитариялық ережелерді орындау. Келесі, обаға қарсы мекемелердің жұмыс регламентімен жүзеге асырылатын Yersinia pestis жұқтырған материалмен жұмыс істейтін адамдардың жұқтыруының алдын алу болып табылады. Толеремия ауруы. Бұл толеремия қоздырғышының таралу механизмі әртүрлі болып келетін табиғи ошақты клиникасында интоксикациямен, қызбамен, лимфа түйіндерінің және де басқа жүйелердің зақымдалуымен жүретін зоонозды жедел инфекциялық ауру.
тұқымдастығы францисела С, туыстастығы францисела, қоздырғыш францисела тулеренсис. Бұл қоздырғыштың түрі жергілікті мекен атына байланысты қойылған тулерия. Бұл алғаш рет Маккой мен Чепин ашқан қоздырғышты Френсис зерттеген. Морфологиясы. Бұлар ұсақ қозғалмайтын көк тәрізді капсулалы таяқшалар. Айқын полиморфизм тән. Дақыл жағындысында коктар болып көрінеді, ағза жағындыларында кокка бактериялар болып көрінеді. Спора түзбейді, капсуласы жалған капсуласы болады және қозғалмайды. Факультативтік жасуша ішілік болып табылады, яғни бұл жасуша ішінде де, жасуша сыртында да өмір сүре алады. Антигендері. Францисела тулеренсис О соматикалық антигеннен және В капсулалық антигеннен тұрады. Соматикалық антиген бұл жасуша қабырғасының липополисахариді болып табылады. Бұл антигендер жалпы бруцеллезді антигенмен жалпы субстанциялары бір, және бұлар айқаспалы реакцияларға әкелуі мүмкін. В антиген бұл капсулалық. Бұл вирулентті S формалы колониялардан ғана бөлінеді. R формаға, S формадан R формаға диссоциацияланған кезде вируленттілігі жоғалады. Патогендік факторлары. Францисела тулеренсистің патогенділігі екі патогендік серотиптерге ие. Бірін А типі және Б типі. Бірінші патогендік факторға вируленттілікке ие бұл псевдоқабық немесе псевдокапсула. Бұл тыныс алу және ішек жолдарының жасушаларында фагоцитозды адгезияны тежейді. Агрессия ферменттері нейраминидаза, бұлар фибринолизин, липаза, бұлар жасушаға жабысу және енуге көмектеседі. Эндотоксин бұл интоксикацияға жауап береді және жасуша қабырғасының аллергендік қасиеттері болады. Және фагоциттерде көбею және олардың өлтіруші әсерін басу мүмкіндігі жоғары жасуша ішілік паразит болып табылады. Және FS фрагментімен өзара әрекеттесу макрофагтар мен комплемент белсенділігінің бұзылуына қатысады. Дақылдық қасиеті. Францисела тулеренсис кәдімгі ортада өспейді. Өсу үшін цистеинмен байытылған орта қажет. Олар 47 немесе 78 сағатта өсіп шығады. Бірінші шоколадты агар. Бұл түсіне байланысты осылай аталады. Құрамында цистеин және лизерленген эритроциттері бар. Екінші, буферлік көмір ашытқы сығындысы бар қоректік орта. Құрамында белсендірілген көмір, ашытқылы экстракт және L-цистеині бар. Бұл екі ортада Францисела тулеренсис дөңгелек сұр ақ түсті колониялар құрайды. Үшінші орта CHAB ортасы, құрамы глюкоза, цистеин, тиамин және қаннан тұрады. Бұл қоректік ортада Францисела тулеренсис ақшыл, жасыл түсті дөңгелек S формалы колониялар түзеді. Сұйық қоректік ортада үстіртін өседі және кейбір көмірсулар қышқыл түзіп, күкірт сутегін түзеді. Лабораториялық диагностикасы. Алынатын материал бубондардан ірің, көз бөліндісі, лимфа түйіндерінің пунктаты, қақырық, қан және секциялық материалдар. Кез келген формада 5-7 мл қан алынады. Негізгі әдістерге аллергиялық, серологиялық, бактериологиялық және экспресс әдістер жатады. Аллергиялық әдіс бұл тулерені бар сынаманы аурудың 3-5 күннен бастап тері ішіне, 6-8 күннен бастап теріге енгізгенде, сондай-ақ ауырып жазылған және вакцинацияланғандарда нәтиже оң болады. Серологиялық әдіс аурудың 2 аптасына басталады. Оған тікелей гемоглютинация реакциясы, бейтараптау реакциясы, қан тамшы реакциялары жатады. Бактериологиялық әдісте қоректік орталарға егу арқылы жасалынады. Экспресс әдіс бұл микробтық антигендерді іздеу әдістері, иммундофлюоресценция реакциясы, иммундоферментті талдау және ПТР реакциялары.
Алдын алу үшін вакцина қолданылады. Бұл спецификалық профилактика, бұл эпид көрсеткіштер бойынша ошақтарда қолданылады. Тірі құрғақ әлсіреген Элберт Гай вакцинасы қолданылады. Ол бір рет тері немесе тері ішіне енгізіледі. Тырысқақ микробиологиясы. Тырысқақ аш ішектің отты зақымдалуымен, су-тұз балансының бұзылуымен, күріш сорпасы түріндегі нәжіспен, сусыздық диареямен сипатталатын ауру. Оның таксономиясы бұл вибрио нацея тұқымдастығына, вибрио туыстастығына жатады. Түрі вибрио холера. Бұның өзінің екі түршелері бар. Вибрио холера азиатика, бұны классикалық деп те атайды. Вибрио холера эльтор. Бұның өзінің 3 серовары болады. Морфологиясы. Бұлар сәл иілген немесе түзу грамм теріс таяқшалар. Өлшемі 1,5-3 микрометр болады. Спора мен капсулалар түзілмейді. Жасушаның соңында ұзын талшықтары болады. Сол арқылы олар жылдам қозғалады. Аэрофилдік қасиеттері бар факультативтік анаэробтар болып табылады. Су қоймаларында, тамақ өнімдерінде ұзақ сақталады. Оңтайлы температура 37 градус. Температуралық диапазоны 10 градустен 40 градус аралығында бола алады. pH ортасы 8-6 және 9. 6-дан 9-6-ға дейін де көбейе алады. Вибрио холераның антигенді қасиеті. Вибрио холера соматикалық О антиген және термолабильді H антигеннен тұрады. О антиген құрылымы бойынша 139 серотоптарға бөлінеді. Классикалық тырысқақтың қоздырғыштары вибрио холера азиатика және вибрио холера эльтор. Бұл О1 серогруппасына біріктіріледі. О1 серогруппасының ішінде ABC суббірліктерінің үйлесуіне байланысты 3 сероварға бөлінеді. Бұл AB суббірлігінің қосылысы бұл огава деп аталады. AC қосылысы бұл инаба деп аталады, және ABC бұл гикошима деп аталады. Гикошима комбинациясы деп аталады. Бұл мына соңғы серовар алғашқы екеуінің арасындағы өтпелі деп саналады. Қазіргі кезде көптеген ғалымдар оның бар екендігіне күмән келтіреді. Соңғысы бұл агглютинацияланбайтын вибриондар. Бұлар О2-ден О138 аралығындағы серогруппаға жатады. Бұлар жалпы патогенді емес және шартты патогенді вибриондар болып табылады. Дақылдық және биохимиялық қасиеттері. Вибрио холера тығыз ортада S пішінді тегіс жалпақ диаметр 2 мм болатын колониялар түзеді. Сілтілі ортада pH 8,5 болатын тегіс, мөлдір, тұтқыр консистенциялы, өтпелі жарықта сұр көкшіл рең беретін колониялар түзеді. TSBC ортасында вибрио холера сахарозаны аштады, көкшіл жасыл ортада сары колониялардың өсуі байқалады. Сұйық қоректік ортада 1% пептондық сорпада 6 сағаттан кейін түтіктің шеттерімен жанасқан көкшіл сұр түсті пленка түзіледі. Сорпасы мөлдір болып қалады. Сілкілеу кезінде пленкасы үзіліп, пробирканың төбіне шөгеді. Сахаролитикалық қасиеті. Бұлар сахаролитикалық қасиеті триада Хейберга деп аталатын көмірсуларды ыдыратуына байланысты жүргізіледі. Сахароза, манноза, арабиноза. Бұл сахарозаны бұлар қышқылға дейін ыдыратады, маннозаны қышқылға дейін ыдыратады, арабинозаны ыдыратпайды. Протеолитикалық қасиеті. Желатин бағанасын 20-23 температура кезінде 2 күннен кейін сұйылтады. Вибрио холераның патогендік факторлары.
Бірінші патогендік фактор бұл талшықтары. Бұл талшықтарының құрамындағы муциназа ферменті адгезияға қатысады және шырышты сұйылтатын және эпителийге қол жеткізуді қамтамасыз ететін қасиеті бар. Келесі токсиндер, олар экзотоксин және эндотоксин бөледі. Экзотоксин бұл немесе холероген, бұл клетка ішілік аденилоциклазаны белсендіріп, ішек қуысына сұйықтықтың шығуын, көп бөлінуін қамтамасыз етеді. Бұдан диарея мен құсу пайда болады. Эндотоксин ол арахидон қышқылын жоғарылатып, простагландиндердің синтезіне алып келеді. Ал простагландиндер аш ішектің бұлшық еттерінің жиырылуын қамтамасыз етеді. Ол өздігінде диареяға алып келеді. Және фермент, агрессия ферменттерін бөледі. Бұлар нейраминидаза, протеаза және гемагглютинин. Бұлар ішектің эпителиямен байланысын қамтамасыз етеді. Жалпы зерттеу әдістері бактериоскопиялық, бактериологиялық және экспресс-диагностика. Экспресс-диагностикаға иммуноферментті анализ, иммунофлюоресценттік реакция және ПТР жатады. Бактериологиялық әдіс. Бактериологиялық талдауға арналған материал: нәжіс, құсық массасы, өт, су, тағамдар және нәжіспен ластанған заттар болады. Зерттеуге алынған материал алғашқы 2 сағаттың ішінде кешіктірілмей лабораторияға жеткізілуі тиіс. Жеткізу мерзімі ұзартылған жағдайда транспорттық қоректік орталар қолданылады. Материалды зерттеу келесі схема бойынша жүргізіледі. Бірінші кезең. Бұл патологиялық материалдан жағынды жасап, грамм бойынша фуксинмен бояп, микроскоптан қараймыз. Және езілген тамшы бойынша қозғалғыштығын анықтаймыз. Келесі, материалды байыту ортасына 1% пептонды суға себеміз. Және сілтілі ет пептонды агар және дифференциалды элективті орталарға себеміз. Екінші кезең 6-8 сағаттан кейін жүзеге асырылады. Бұл кезеңде бірінші алғашқы пептонды судың өсу сипатын қараймыз, ескереміз. Әрі қарай пленканың, бұл жерде нәзік көк пленка пайда болады. Әрі қарай осы пленканың жергілікті және бекітілген жағындыларын жасап, микроскоптау жүргіземіз. Сосын қозғалғыштығын анықтаймыз вибриохолераның. Осыдан кейін оларды әрі қарай байыту үшін екінші пептонды суға қайта егеміз. Сондай-ақ бірінші пептонды судан сілтілі агар мен TSBC ортасына қайта себеміз. Үшінші кезең 12-14 сағаттан кейін жүзеге асырылады. Бұл екінші пептонды суда өсу есебін жүргіземіз. Сосын пластинкалық қоректік орталарда өсу сипатын сипаттаймыз. Бұл жерде TSBC ортасында сары колониялар, сосын ет пептонды агарда мөлдір колониялар пайда болады. Осы колониялардан алып, біз жағынды жасаймыз және микроскоптаймыз. Келесі біз езілген тамшы арқылы қозғалғыштықты анықтаймыз. Және серологиялық әдістер арқылы O1, инаба, агава және RO сары суы бар шыныға агглютинация реакциясын жүргіземіз. Және осы агглютинабелді колонияларды клиглер ортасына көшіреміз. Бұл кезеңде алғашқы диагнозды қоюға болады. Төртінші кезең 18-24 сағаттан кейін жүргізіледі. Бұл жерде біз лактоза сахароза ортасының өзгеруін есепке аламыз және бөлінген дақылды идентификациялаймыз. Оның ішінде біз жаңағы тырысқақ сары сулары мен агглютинациялық реакциясын жүргіземіз. Және де тырысқақ диагностикалық бактерия факторға сезімталдықты анықтаймыз. Хейбергтің биохимиялық тобына жататындығын анықтаймыз. Биоварын анықтаймыз. Және де антибиотика төзімділік спектрін анықтаймыз. Алдын алу спецификалық және спецификалық емес болып бөлінеді. Спецификалық емес бұл санитарлық гигиеналық шараларды сақтау. Спецификалыққа жасанды иммунитетті құру үшін вакциналардың келесі түрлері ұсынылады.
бірінші корпускулалық өлтірілген вакцина, екінші холераген анатоксин, үшінші инаба және агава серотиптерінен тұратын анатоксин мен соматикалық антигендері бар бивалентті вакцина, төртінші тірі периоральды вакцина. Тырысқақтың шұғыл профилактикасы эпидемиялық қауіпті аудандарда тетрациклинді жаппай профилактикалық тағайындау арқылы жүргізіледі. Осы мақсатта вибрио холераға қарсы тиімді басқа да антибиотиктер қолданылады. Назарларыңызға рахмет.